Елдегі әлеуметтік бастамаларды алға жылжыту үшін ғылыми ағартушылық бағыттағы жоба әзірленеді. Бүгін жобаға жауапты тараптардың қатысуымен алғашқы жиын өтті. Онда Дін істер министрлігі, Нұр Отан партиясы және ассамблеяның ұсыныс пікірлері ортаға салынып, әзірге жоспарлы шешім қабылданды. Бұл жоспар алдағы уақытта ғылыми және шығармашылық зиялы қауым өкілдерінің талқысына шығарылып, тұрғындар арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Мақсат елбасы тапсырмаларын сапалы орындау үшін интеллектуалды, сараптамалық және ұйымдастырушылық ресурстарды біріктіру. Қазақ халқының тарихы мен мәдениетін тануға бағытталған жоба жұмысына ең алдымен жастар және 100 жаңа есім жобасының қатысушылары тартылады. Елбасы жақында өткен Қазақстан халықтар ассамблеясында министрлікке ассамблея секретариатымен және Нұр Отан партиясымен қосылып ағартушылық проект жасау туралы ұсыныс жасады. Біріншіден ассамблеяның өкілдері келіп отыр, Нұр Отан партиясының өкілдері келіп отыр. Сол кісілердің ұсыныстарын естіп, бірлесе нақты бір жобаларға келсек деген ойдамыз.